оразаларыңыз қабыл болсын. Ол ежелден кеткен салт. Мінекей, айтқа бүлде кетіп қаламай деп ет асып жатырмыз. Женскүлім салат істеп жатыр. Бауырсаққа көмектесті. Аяғында әжелеріміз айтатын еді. Оразадан кейін айып болады. Айыптап жүруіміз керек жан жаққа барып деп. Үйден қонақ күтеміз деп. Сол сияқты біз бүгін еш жаққа үйден қонақ күтіп жатырмыз. Біреуге келіп қаламай деп. Ет асып, баяғы салтты қалдырмай. Женскүл екеуміз, мамасы, бәріміз істеп жатырмыз. Оразаларыңыз тағы да қабыл болсын. Амандықта болайық. Келесі наурызға, оразаға, айыпқа аман есен заманымыз тыныш болып жетейік.